Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айсұлу. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Өзі дәмді, өзі тез дайындалатын дастарханның сәнін келтіретін осындай сметаник пісіргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен песочное тесто дайындаймыз. Тесто дайындау үшін 300 грамм ұнға 1 қасық қопсытқыш салып, және 180 грамм сары май немесе маргаринді салып, видеодағыдай жақсылап араластырып шығамыз. Кейін бөлек ыдыста 80 грамм қанттың үстіне бір жұмыртқаны салып, венчикпен немесе вилкамен араластырып алып, жаңағы тестіміздің үстіне құйып, одан жақсылап қамыр илеп шығарамыз. Осылайша дайын қамырымызды целлофан пакетке немесе ыдыспен бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Енді жақсылап тынып тұрған қамырымызды ыдысқа жайғастырамыз. Менде ыдысым 26 диаметр. Осылайша қолымызбен ең алдымен жан-жағын жабыстырып шығамыз. Кейін ортасын жапсырамыз. Барлығын жапсырып болғаннан кейін пышақпен жан-жағын тегістеп кесіп алдым. Пісіп жатқан кезде духовкада көтеріп кетпес үшін осылай шанышқымен шаншып шықтым. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Бізге 500 грамм қаймақ, 4 жұмыртқа және 100 грамм қант қажет болады. Енді видеодағыдай оны миксермен емес, жай ғана венчикпен немесе вилкамен араластырып алған дұрыс. Енді осылай барлығын жаңа дайындап қойған қамырымыздың үстіне құямыз және 170-180 градуста духовкада 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Достар, мінекей осындай әдемі дәмді пирогым дайын болды. Бұл пирогты кез келген қонақтық дастархандарына пісірсеңіздер болады. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Дастарханның сәнін береді. Достар, менің рецепттерім бойынша дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.